Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Ата-анамыз бізге бауырмал болуды үйретіп, тәрбие бергенімен, өмірдің өзі адамды өзгертіп жібереді екен. Бұрындары мен алдымдағы ағаларым мен әпкемнің дәл осыншалықты сағынышқа бөлеп, жүздерін бір көруге зар ететін ойлаған жоқпын. Керісінше, мен десе, шығарға жаны бөлек, олар отбасын құрғаннан соң жүректері мұздап қалған сияқты. Мен ғана солай ойлаған шығармын мүмкін. Өйткені өзге үйдің отын жағып, сол елдің қамын жеген соң бізді ұмытып қалды деп өкпелегенім орынсыз шығар. Олар бізді ұмытпайды. Бірақ бір адам қайсысына жетеді. Барлығы да орнына келер де, болашақтан үмітін үзбей екен. Балалар кішкентай болғанда мойын бұруға шама жоқ шынымен де. Мен де мұны тұрмысқа шығып, әпкелерімнің күйіне түскен соң ұқтым. Оңай емес екен. Бірақ сол арадағы үзіліс кәдімгідей араны алыстатып жібереме деп қалдым. Мынандай бейбітшілік заманда тұрағын білетін бауырларымды сағынып, көз жасымды көлдетіп отырғанымда біреулерге ерсі көрінер. Сағынса іздеп баруға болады ғой. Барлығы да адамның өзіне байланысты деген ойда шығарсыздар. Алайда мен іздеп барған кезде қуанып құшағын жаятын, алдыма үйіп төгіп асын қоятын, бір кісі ыстық шайын ыстық ықыласпен беретін адам табылар ма екен. Олай етсе, мен бақыттымын. Менің бауырларымның осындай ықыласын, мейірімін, шүркелесіп отыратын ынтымағын, ата-анамыз жайлы естеліктер айтып, еске алып отырғанымызды қалаймын. Адам қартайған сайын көңілшек келеді деуші еді. Бәлкім жасымда жер ортасынан ауып, көбі кетіп азы қалған шығар. Бұл қалыпты жағдай шығар, кім білсін. Қазір шүкір, балаларым өсіп, немере сүйіп, өмір жалғасып жатыр ғой. Сонда да бірге туған бауырларыңның орны бөлек екен. Бұл күнде алыста қалған бауырларымды сағынған кезде қамығып қаламын. Қу тіршілік мойын бұрғызбайды ғой десек те, ешкім ерігіп жүрген жоқ. Шай үстінде немесе қолымыз қалт еткен хабарласып тұрамыз. Әпкем байғұс әр хабарласқан сайын даусы кемеңдеп жылап қалған байқаймын. Әйтсе де, қартайған адамға сонау шалғайдан келіп кетудің де оңайға соқпасын білемін. Бір-бірімізді бір көруге зар болып отырсымыз мынау. Қартайғанда жастықтың, ауырғанда денсаулықтың қадірін білесің деуші еді бізден 3-4 көйлекті бұрын тоздырғандар. Дертке шалынып, басымызды жастықтан көтермей жатқан кезімізде дәрігердің шипасына, тіпті бір ауыз жылы сөзіне де мұқтаж болып қалдық. Мүмкін біреу сіздің жағдайыңызды сұрап, ауру жаныңызға батып жатқанын түсініп, тезірек сауығып кетуіңізді шын көңілмен тілесе, төбеңіз көкке жеткендей болмаса да, көңіліңіздің рақайып қалар сөзсіз. Бір-бірімізден тым ұзақта тұрмаймыз. Бірақ келіндердің қас қабағына қарап қалған заман болды ғой. Әпкем өзі жете алмайды, денсаулығына байланысты. Ал мен анда-санда әпкем үшін барамын оны іздеп. Барғанда көңілім жабырқап қайтамын. Өйткені әпкем өз үйінде өгей адам ғой. Келіні тіпті сыйламайды. Ыстық шайды да дұрыстап бере алмайды. Әпкеме шөліңіз қанбайды ыстық шайдан, одан да мынау суды ішіңіз деп, алдына желім ыдыспен тастай салған суды әкеліп тарс еткізіп қойғанда ештеңе айта алмадым. Дәрменсіздігім бе, қонақ болған соң үндемедім бе, білмеймін. Бірақ әпкеме қатты жаным ашыды. Өзімен алып кетейін десем, менің келінім де сау сиырдың тезегі емес. Қарт кісілерге тек қамқорлық, жылы сөз керегін естен шығармаңыздаршы балаларым. Сендер де ертең қартаясыңдар.
Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.